Қайырлы күн, құрметті өнерсүйер қауым. Мен Мамытова Гүлзат. Бүгін сіздерге Қазақстан бейнелеу өнеріндегі 60-шы жылғылар шығармашылық атты дәрісімді ұсынамын. Қазақстан бейнелеу өнері үшін 20-шы ғасырдың 60-70-ші жылдары елеулі оқиға болды. Бейнелеу өнер саласында күрделі де көркем ұлттық мазмұнды туындылар пайда болып, көркемөнер тарихы төрінен орын алды. Аса белгілі бірінші буын өкілдері 50-ші жылғы суретшілер Қазақстан көркемөнер тарихында қазақы тақырыпты, қазақы мазмұнды қалыптастырып, мықты мектеп құра білген Қазақстанның тұңғыш кәсіби суретшілерінің бірі Қанафия Телжанов көш бастаған топ еді. Аталмыш мектеп өкілдері қазақ деген халықтың болмысын, табиғатын, мәдениетін айқындайтын көптеген жауһар дүниелер жазып қалдырды. Ал келесі буын 60-шы жылғылар шығармашылығы мүлде өзгеше. Олардың шығармалары алғашқы көрмелерден ақ өзгелерге ұқсамайтын, ерекше, әрі өз дегенінен қайтпайтын өжет батыл еді. Өнерді өздерін үйреткенде емес, өзгеше жасады. Үнемі бір нәрсе іздеді. Олар әр күнін соңғы күніндей өткізіп, тынымсыз еңбек етті. Олар кескіндемешілер Әли Жүсіпов, Салихиддин Айтбаев, Шаймардан Сариев, Тоқболат Тоғысбаев, Оралбек Нұржымаев, Бақтияр Табиев, Әбдірашид Сыдықханов, графикшылар Махым Қисамединов, Исатай Исабаев, мүсіншілер Төлеген Досмағамбетов пен Еркін Мергенов. Бейресми көшбасшылары Айтбаев пен Қисамединов бастаған 60-70-ші жылдардағы жас суретшілер тобы толығынан бейнелеу өнерінің ұлттық үлгісін жасады. 60-ші жылдары бұл суретшілер әртүрлі еді және әрқайсысы өз жолымен жүрді. Оларды бір топ деп қарастыру қиын еді. Дегенмен де бүгінгі таңда бір нәрсе анық. Оларды біріктірген басты күш тек өзіндік қазақ бейнелеу өнер мектебін жасауға ұмтылысы. Соған ғана тән тіл, стиль, әдіс жасап шығару және оны жалпы адамзаттық мәдени құндылықтар жүйесіне енгізу еді. Айтбаев Пикассошыл деген жанама атқа ие болды. Тоғысбаевты Матиспен салыстырды. Қандай да бір пікірлерге мән берместен формамен қашанда батыл эксперимент жасайтын Мергеновке Ван Гогтың Маринидің композициялық әдісіне еліктеді деген кінә тақты. Сариевті қазақтың Гогені атады. Суретшілер мұндай мәліметтерге қатты ренжіді. Ал іс жүзінде мәдениеттің эволюциялық қозғалысы қашанда өзара тәжірибе алмасу мен бірін-бірі байыту процестеріне негізделеді. Салихиддин Айтбаев 60-шы жылдары Қазақстанның көркемдік әлеміне келген суретшілер буынына жатады. Суретшінің шығармашылығы өзінің туған жері Қазақстанмен тығыз байланысты. 66-шы жылғы жас суретшілердің республикалық бірінші көрмесінің басты оқиғасы Салихиддин Айтбаевтың бақыт шығармасы болды. Осы туындыда бүкіл ұрпақтың ең алдымен 80-ші жылдардың басына дейін көшбасшы болған сол 12 суретшінің бейнелеу өнерінің даму бағдарламасының негізі салынды. Суретші бақыт деген ұғымды тек бірін-бірі сүюді ғана емес, сонымен қатар қуанышты еңбек пен бейбіт өмірді, туған табиғаттың ұлылығын сүюді де тұтас қамти алатын сезім ретінде баяндайды. Жас жігіт пен қыз жаңарған Қазақстанның өкілдері. Олардың еркінде асқақ тұлғалары ұшан теңіз сары даланың сағымында көрсетіледі. Бақыт деген сөздің мағынасы үлкен және оны әркім өзінше түсінеді. Суретші Айтбаев өз картинасында ол жайлы үйлесімді және бейнелі түсіндіруге тырысады. Бақыт бұл тұрмыс, өз күшіңді және қажеттілігіңді білу, табиғатпен бірігу тұтастығы. Осы сезімдердің жүзеге асырылуы картинада жас жігіт пен қыздың бейнелері болып табылады. Олардың бетінде және жалпы тұлғасында қарапайым мықты адамдарды айыратын сұлулық бар. Суретші түстердің мағынасына үлкен көңіл бөледі. Түстердің қанықтығы, кескіндеменің контрасттық шешімі, сызықтардың ырғағы мен формалардың шарттылығы Айтбаевтың бақыт атты картинасына ерекше бір декоративтілікті және монументалдылықты береді. Айтбаев тобының аға буын әріптесі Әли Жүсіповтың шығармашылығы Қазақстан өнерінде ерекше орын алады. Ол өзінің шығармашылық жұмысын реализм алаңынан бастаса да, жаңа интуитивтік ізденіс оны Айтбаев тобы үшін аса маңызды болған міндеттің шешілуіне алып келді. Шын мәнінде Жүсіповтың шығармашылығы бірінші және екінші буындағы суретшілер арасындағы, яғни өнерге негіз болған классикалық реалистік мектеп пен ұлттық көркемдік тәсілдің арасындағы өзінше бір көпір болды.
Суретші жас шамасы бойынша қазақстандық суретшілердің алғашқы толқынына жатса, өзінің шығармашылық айқындамалары бойынша және көркем мәнерліктің ұлттық тәсілдерін іздестіру бойынша 60 жылдардағы суретшілер санатына жатады. Оның «Менің отанымның әйелдері» шығармасы қазақстандық өнер үшін хрестоматиялық шығармаға айналды. Жүсіпов жаңа стильге бет бұрып, реалистік картинаны түзудің қағидаларын сақтап отырады. Ірі монументалдық үлгілер, түстің жайлы түспеген дақтары, сақтаушы әйел ананың романтикалық бейнесін жасап шыққан. Оның осы және бір қатар шығармалары 60 жылғы кезеңдегі жас суретшілерге зор ықпалын тигізді. Суретші нақты бір затты көрсетуге тырыспайды. Ол үшін басты нәрсе адамдардың күйін беру. Суретшіні әйелдердің кенептегі орналасуы, ырғағы және силуеті қызықтырды. Олардың сыртқы ұстамдылығы бізді бейнеленген бейнелердің маңыздылығын терең түсінуге, сезінуге жетелейді. Ұлттық көркемдік стилистиканың тәсілдері, ауқымының ірілігі, жалпылығы, түсінің қанықтығы Оралбек Нұржымаевтың шығармашылығындағы тұрмыстық сюжеттерді зор эпикалық дыбысқа дейін көтеріп тастаған. Ол өзінің әкені еске алу атты шығармасын келер жаңа ұрпақтың бақыты үшін өз өмірін берген адамдарға арнап жазған. Әскердің жалғыз моласы, ана мен екі ұлы қатаң үнсіздікте бастарын төмен иген. Композиция жинақы, силуеті айқындылықта құрылған. Қатаң статикалық бейнеде ер жүректілік жинақылыққа толы. Кескіндемелік құрылым ортақ бір ойға бағынған. Жер, адамдар, шыдамсыз әзер тұрған жылқылар барлығы кешкі ымырттың реңіне шомған. Қоңыр төбелер мен жылқылардың қызыл көк силуеттері барлығы қанық түсті. Ерекше акцент әйел басындағы ақ кимешекке түседі. Картина ішкі экспрессияға, көңіл күйге толы. Нұржымаев суретшінің негізгі ойы мен сезімін айқындаған толыққанды туынды жасады. 60 жылғылардың келесі бір өкілі Тоқболат Тоғысбаев әлемнің үлгісін қайта жасағандай киіз үйдің интерьерін жазды. Ол 60 жылдардың ортасында белсенді жұмыс жасаған суретшілер тобына жатады. Біртұтас өмір ырғағынан, адам мен табиғат тынысының эпикалық түйсігін тудырған Тоғысбаевтың асүй туындысы өзінің жанры жағынан ерекше. Интерьер біздің суретшілердің шығармаларында сирек кездеседі. Бір ғана жазықтық бойында өзіне балалық шағынан аса бағалы және үйреншікті заттар салтанатты. Бөлмеге кіріп келе жатқан әйел бейнесі жалпылама шартты. Табиғат әуенін тыңдап тұрған ер жігіт пен ағашқа өрмелеп бара жатқан қуанышты бала бейнесі. Барлық картинада өмір қуанышына толы. Бұл әлемде адамдар қатынасында, заттар әлемінде және табиғат араларында еш қарама-қайшылық жоқ. Бәрі де ашық үйлесімде әрі нәзік байланыста. Ұлттық өрнектің көркемдік бейнесі, оның ырғағы, түстердің үйлесімі мен ауқымды жалпылама суреттен суретші түгелдей композицияны құрастырады. Бейнелер элементтерден тазарғандай бейне бір тұтастықты ұстанады. Бұл жұмыс суретші шығармашылығындағы аса маңызды сәтті жұмыстардың бірі. Сондай-ақ Қазақстан өнерінің жаңа дәуіріндегі жаңа көркем бейнені іздеу болып табылады. Қазақстанның 60 жылдардағы суретшілері көңіл күй мен поэтикалық әуендегі картиналар салу үшін әсіресе түстерді кеңінен пайдаланып келді. Суретші Бахтияр Табиев нәзік талғамды қабілет дарыған колоритші қасиетімен дараланады. Оның палитрасы парасатты және ойнақы әуезге толы. Оның туындыларының бейнелік ерекшеліктері өмірдің өзіндегі жасампаздық көріністерінде белсенді дәрежеде сезіледі. Табиевтің күллі шығармашылығы қазақ даласындағы қарапайым адамдардың өмірі тақырыбына арналған. Суретші олардың өмірін тамаша сәттердің шексіз әлеміне балай отырып әсерлі түрде бере білген. Сол себепті де оның қаһармандары шығармада елеулі әрі асықпайтын жандар болып көрінеді. Талтүс деп аталатын картинада бейнеленген жанрлық көрініс барынша қарапайым. Солай бола тұра ол өмір атты оқиғалар тізбегінің буынын құрайды. Табиевтің ең бір ерекшелігі оның үнемі натураны зерттеп, әрбір туындысын натурадан жазулы болып табылады. Тұрмыстық жанрда мейлінше жүйелі жұмыс істеген Табиев тереңдігі мен бояулардың ерекше,
Табиевтік философиясына, картинаның бояулық жинақталуын тұтас беру қабілетіне байланысты кез келген кішкене сахна өмірдің нағыз бағасын қарапайымдылық пен күнделіктіде ашатын қуатты болмыстық формулаға айналды. Ол ауыл мен аймақтағы қарапайым халықтың тіршілігін суреттеуші, нәзік лирик, ойшыл пайымдаушы және ақын ретінде таныла білді. 60 жылдардағы тамаша әрі көрнекті кескіндемешілердің бірі Шаймардан Сариев бояуларды қазақша араластыру керек дейтін. Ол ашық күннің түсін жоғары қойды. Картина салып жатып, орындықтың үстіне шығып қарағанда, оның композициясы қалай көрінетінін, қазақтың сырмағы мен текеметіне ұқсайтын ұқсамайтынын көру үшін оны жиі жерге тастайтын. Кеңес одағында 1960 жылдар әкелген жылымық кезеңі республикадағы ұлттық мектептерді дамыту қажеттігін өмірде алға тартты. Шаймардан Сариевтің Шопан картинасы қазақстандық дара ұлттық ерекшеліктерді іздестіру аясында салынған. Бұл ерекшеліктер халықтық дәстүрлер мен халықтық қаһармандардың жинақталған бейнесін сезімдік түйсікпен жасауға негізделген. Шопанның бейнесі шығармада терең мәнді әрі жоғарғы көзқарасты танытқандай, оның тіршілігі уақыт пен кеңістіктен тыс өлшемде қарастырылған. Ол өзі дүниеге келген әлем сияқты мәңгі жаратылыс иесі, мызғымас әрі өзгермес жан деп бағалауға болады. Кеңістік пен бейнелердің шарттылығына, бұл жерде түстер мен бояулардың жалпақтығымен, суреттің бірыңғай бедерлілігімен үйлесім табатын қарама қайшылықты мәндегі астасу ерекшеліктермен қол жеткізіп отыр. Шаймардан Сариев үшін түс ерекшеліктері көркемдік тұтастықты сақтаудағы басты нәрсеге айналған. Суретшінің бойына тумысынан сіңіріп өскен сезім күйлері картинада дүниенің сабырлы кейпі түрінде жүзеге асырылады. Осы бағыттағы Сариевтің жібек, қыздар жұмыстарында да көзге ұрмай байқалды. Бұл жұмыстар көрмелерде шағын сенсация есебінде қабылданды, ал бояулар үйлесімі идеялары бүгінгі таңда да авторлар жасаған стильдің ең жоғары көрінісі. Кескіндемеші Әбдірашит Садаханов 1956 жылы Гоголь атындағы көркемсурет училищесін бітіреді. Ол Крутильников, Кенбаев, Ғалымбаева, Гвоздевтардан білім алады. 1965 жылдан бастап 25 жыл бойы Қазақфильм киностудиясында қоюшы суретші болып жұмыс істейді. Шығармашылығын шындықтан бастап тарихи құбылысты символикаға айналдырған суретші Әбдірашит Садахановтың еңбектері бейнелеу өнерінде жаңа сипатқа ие. Оның шығармашылығының алғашқы кезеңінде ұжымдық еңбек пен оның ұлылығы айқын жазылған. Маңғышлақ, қойларды тоғыту, темекі жинау және тағы басқа шығармалары осының дәлелі. Оның әрбір шығармасында адам мен табиғаттың байланысы көрініс табады. 1972 жылғы темекі жинау атты туындысында суретші көрерменді бірден тыныш та әдістемелі еңбек ырғағы ортасына алып кіреді. Бірінші пландағы қыздар силуэті, қолдарының қозғалыс кезіндегі нәзік сызықтары, көйлектердің қанық түстері және кенеп бетіндегі барлық түстер халық қолданбалы өнерінің дәстүрлері. Қуанышты тұрмыстың үйлесімі байқалады. Композицияның негізгі сюжеті етіп біз көріп тұрғандай темекі жинаудан көрініс, сарғыш жасыл жапырақтар тиелген машиналар, сұр түсті тау фонында жайылып жүрген бір отар қойлар. Нақты бірінші пландағы көрініс декоративтілік сезіледі. 60 жылғылар көшпелілердің ежелгі мәдениеті туралы теорияны қазіргі кезеңде дамытты. Графикада бұл көрінген жоқ, және графика өзіндік жолымен дамыды. Баспаларда жұмыс істеп, кітаптарды көркемдей отырып, суретшілер өздерін әйтеуір жүзеге асыра алды, және қондырғылы гравюраға кітапты көркемдеудің әсері тиді. Осыған қарамастан, олар 60 жылғылардың да, Қазақстан өнері тарихының да маңызды беттері болған шығармалар жасады. Солардың қатарында Махым Хисамиддинов Махамбет образын жасауда үлкен жетістікке жетті. Махамбеттің нақты портретін жасауда суретші Махамбет топтамасында композицияны шешуде бейтарап фонды қолдануы
көрермен назарын тек батыр тұлғасына ерекше аударуға негізделген. Махамбеттің отты жанарынан, ірі кескінді жазық маңдайынан, батыр жүрістің екпінінен рухы күшті көшбасшы көрініп тұр. Міне, бұл графикалық парақта суретші батырдың бойындағы қасиеттің бір қырын ашып көрсеткен. Келесі шығармада көрерменнің көз алдына тақала, күрделі ракурста өте ауқымды алып денелі Махамбеттің бейнесі. Оң жақ иығы бөлігіндегі домбыраны тартып, терең ойға шомып, толғаныс, тебіреніс күйін оның жұмылған көзінен байқауға болады. Жоғарғы оң жақ бөлікте қазақ халқының еркіндігін білдіретін кең байтақ далада құйындай жүткіген жылқылар батырдың жүрегінен шыққан домбыраның тулаған әуенмен қатарласа керемет үйлесім тапқан. Сондай-ақ парақтың сол жақ жоғарғы бөлігіндегі бірер қисық сызықтар да қар басқан тау шыңдарын білдіреді. Бұл шығармада Махамбеттің сезімге толы рухани жан дүниесі сырт өмірмен іштей байланыста. Үшінші топтамада шығыстық дәстүр бойынша екі аяғын айқастыра малдас құрып отырған, екі иығын тік ұстаған, өзіне сенімді, парасатты, білектері күшке толған батыр бейнесі. Оң қолында қалам, ал сол қолымен тізесін таянып отырған кейіпте батырдың өр мінезді, өткір тілді тұлға екенін сездіреді. Әр бөлікте алыптың бойындағы түрлі қасиеттері тереңінен зерттеліп, Махамбеттің рухы күшті ақындық, батырлық, ерлік, азаматтық кескін келбеті көрініс тапқан. 1960 жылдары кескіндеме, графикамен қатар мүсін өнерінің аса қарқынды дамыған кезеңі болды. Оған деген қызығушылық та өскен еді. Осы жылдарда мүсін жаңа мақсаттар, тақырыптар, көлем мен кеңістіктің байланысы, жаңа заманауи тақырыпты іске асырып көрсетудің жаңа жолдарын іздеді. Өнерге суретшілердің жаңа толқыны келеді. Олар Әбішев, Әйнеков, Ахметов, Балдано, Досмағамбетов, Мергенов, Сергебаев және тағы басқалар. Және осы мүсіншілер қолада, мәрмәрда, шамотта, алюминийде және тағы басқа материалдарда белсенді жұмыс істей бастайды. 60-шы жылдардың ортасында мүсін өнерінің дамуын анықтайтын екі бағыт пайда болды. Досмағамбетов жұмыстарындағы реалистік дәстүрлерді ұстану мен Еркін Мергенов шығармаларындағы уақыт өте келе күшейе түскен постмодернистік дискурс әріптестерін толқытқан ұлттық идентификация мәселелері мүсінде барынша жанама түрде шешілді. Ең алдымен материалдың тез арада эксперименттер жасауға мүмкіндік бермейтін ерекшелігімен байланысты болды. Осы жылдардағы көрнекі мүсіншілердің бірі Төлеген Досмағамбетов. Төлеген Досмағамбетов ұлттық мүсін өнерін қалыптастырушының бірі. Ол барлық жанрда мүсіннің барлық түрінде жұмыс жасаған. Досмағамбетов мүсіндері тарихи тұлғалардың монументалды және станоктық портреттер галереясы. Ол Қазақстан қалаларына қойылған біршама ескерткіштердің авторы. Көкшетау қаласындағы Шоқан Уәлихановқа арналған алғашқы ескерткіштерден бастап, бейненің жалпы алғанда романтикалық шешіміне қарамастан қатаңдықтың кейбір белгілері жинақтау, нығыздық, фигуралардың қойылымындағы айқындық көрінеді. Одан кейінгі уақыттарда Әлиби Жангелдинге, Ғани Мұратбаевқа және Прокопьевамен бірге Қаныш Сәтбаевқа арналған ескерткіштер тұрғызады. Мүсінші тұрмыстық санада орныққан ақын туралы дәстүрлі ой танымдар мен қазақ ақынының жеке басының бірегей қасиеттерін, оның қайталанбас сүйкімділігін, жұртқа танымал сырт келбетін, ұстамдық қызбалық көңіл күйін және оның шығармаларында атойлап тұратын айрықша шығармашылық қуатын Олжас Сүлейменовтің портреті атты шығармасында біріктіреді. Оның иықтарының кеңістіктегі қимыл бұрылысы және қолдарының ишара қозғалыстары әлемге Олжас Сүлейменовтің жан ашықтығын, бүгінгі заманмен сұхбат құруға әзір тұруын айқын таныта біледі. Бұл мүсіншінің ең ерекше әрі көркем туындыларының бірі. 60-шы жылдардағы мүсіншілердің бірі Вагиф Рахманов Мәскеудегі Суриков атындағы мемлекеттік көркемсурет институтын бітірген соң 1965 жылы Алматыға келеді. Содан бастап мүсіншінің Қазақстандағы шығармашылық өмірі басталады. Жас мүсінші өзінің көп ізденгіш, аса қабілетті суреткер екенін көрсетеді. Рахманов шығармашылығы лирикалы, жатық, ырғақты, көлемі ыңғайлы болып келетін белгілі бір бағытпен өрістеп келеді. Рахманов әсіресе әлде бір әсерге беріліп аңыра қалған әйел бейнесін жасауға шебер. Әйел портретін жасауда Рахмановтың өзіндік жүйелі шешімі бар. Бұған ең алдымен қыздың бас бейнесі Ирина, самал жер, жел, ағаш мүсіндері жатады.
мүсінші жастық шақ тақырыбында ұнатады. Ол жасаған мүсіндік туындыларда көбіне нәзік лиризм, сыршылдық, ішкі сезім мен ұстанымдылық ұштасып отырады. Бейнелердің осындай күрделілігі мен әсем бейнелеу аса көрнекті тарихи жеке адамдардың портреттерін сомдауда ерекше көрініс табады. Мүсінші Ескен Сергебаев өзінің жеке шығармашылық ізденуін, көркемдік қабылдау түйсіктерін өнер игілігіне айналдыра білді. Мүсінші ұлы тұлғаларды сомдауда әрбір адамның жеке психологиялық жан дүниесін зерттеп басшылыққа алады. Оның еңбектерінде әсіресе ауқым, форма, кеңістік, пластикалық анатомия тәріздес заңдылықтар қатаң сақталған. Мүсіншінің шындыққа қатынасын көрсететін басты нәрсе көркем бейне. Ескен Сергебаев тылсым тіршіліктің иірімдеріне терең бойлап, мүсіндік көркем бейне жасауда дөп басып келеді. Қазақстан Республикасының шартарабында орын тепкен көркем туындылары елімізге танымал қоғам қайраткерлерімен жүздестіріп, рухымызды көтереді. Ескен Сергебаевтың өнерінің өміршеңдігін еліне сыйлаған ескерткіштермен бағалауға болады. Автордың орындаған мүсін ескерткіштері көрерменнің ой көкжиегіне тікелей әсер етіп, кең қиялдануына еркіндік беруде. Бұған Ақтөбедегі Әбілқайыр, Шымкенттегі Әл-Фараби, Павлодардағы Сұлтанмахмұт Торайғыров, Талдықорғандағы Ілияс Жансүгіров, Алматыдағы Мұхтар Әуезов, Алматы облысындағы Нұрғиса Тілендиев ескерткіштері куә. Ол өзінің ерекше қайталанбас туындыларымен дара. Қазақстанның аса дарынды мүсіншілерінің бірі Еркін Мергенов 1940 жылы Алматыдағы Гоголь атындағы көркемсурет училищесін тамамдаған. Ол өз шығармашылығында алғашқы қадамдарынан бастап-ақ өз уақытынан озып отырды. Ертеректегі мүсіндерінің өзі-ақ метис, таңертең, автопортрет және басқа да жұмыстары өз кезегінде көптеген сауалдар тудырды. Форманың жаңаша дамуын танытатын келесі жұмыстары жаңа толықтырулармен күшейе түсті. Махамбеттің көз тойдыратын көркемдік құбылыс болып қабылданатыны бүгін ғана. Ал сол кезде, яғни 70-ші жылдардың басында, бұл жұмыстың көркемдік шешімі батыл, құр формашылдық, ақын тұлғасы туралы да, мүсіннің пластикалық тіл туралы да қалыптасқан танымдарға сай емес деп табылды. Алайда Мергенов пластикалық бейнеліктің жаңа қырларын таба отырып ілгерілей берді. Оның шешімдерінде ешқашанда эксперименталдылық, эскиздік сипат болған емес. Шешімдері идеяның терең мазмұндылығының ең ақырғы тұжырымы сияқты қабылданады. Қанша жаңашылдығына қарамастан, оның өнері тура да үстірт әдістермен емес, әбден кесіп пішілген және дәл пластикалық қимылмен берілетін ұлттық теңестігімен ерекшеленеді. Материямен еркін жұмыс істеу Мергеновтың көркемдік қолтаңбасының мойындалған сипаты. Формамен жұмыс істеу ол үшін қиын емес. Мергенов ешқашанда керемет бір тақырыпты іздемейді. Керісінше, өмірдің драмалық қарама-қайшылықтарының трагикалық мәнін аша жалаңаштайды. Сонымен бүгінгі дәрісімізді қорытындыласақ, 60-ші жылғылар мүмкін алдына қойған міндеттерін толық орындай алмаған шығар, бірақ олар өз ұмтылыстарында адал, өнерге беріле еңбек етті. Әрі, ең бастысы, олар Қазақстан бейнелеу өнерінің негізінде еуропалық көркемдік мектеп, ұлттық дәстүрлер және 20-шы ғасырда жаңа интеграцияның стратегиялық қуаты болған ақпараттық процестер біріккен жаңа концептін жасады. Олардың көбі өмірден ерте өтті. Алайда кейінгі ұрпақ олардың өнерін болмыстық драматургияның үздіксіз дамып отыратын феномені ретінде зерделеуді жалғастырып келеді. Тәсіл амалдар мен талғамдардың әртүрлілігіне қарамастан 60-ші жылғылар шығармашылығы кескіндемені біріктіруші уақыттан тыстық идеясы, ал оның жүйе жасаушы басты факторы автордың бояулар үйлесімі туралы танымы, қылқаламының ұшынан шығып жататын түр-түстің қуаты, 60-ші жылғылар көшпелілердің ежелгі мәдениеті туралы теорияны дамытты.